Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіз. Бүгін печеньяның әмбебап рецептімен бөлісетін боламын. Көп өнімді қажет етпейді және көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ әрі өте дәмді болып шығады. Ванильный сахар қолдану міндетті емес. Тұздың ұнтақталған түрін пайдаланған дұрыс. Тұз ірілеу болса, рецепттің басында жұмыртқамен бірге араластырып, қосып жіберу керек. Мейіздің орнына түрлі жаңғақтар немесе шоколад тамшысын қосып, алмастыруға да болады. Қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Міндетті түрде өзіңіздің пешіңіздің қуаттылығын ескерген жөн. Сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазыңыз. Келесі рецептте кездескенше.